біздің құрметті YouTube арнамыздың оқырмандары, сіздермен Тараз футбол клубының YouTube арнасы. Біздің құрметті оқырмандар, қазірде әдеттегідей біз футболшыларымыздың бөлмелеріне кіріп қонақтайтын боламыз. Қазірде 7-ші нөмірде кім жатқанын білеміз. Бұл жерде Мади жатыр екен. Ассалаумалейкум, Мади, қалайсың? Ассалаумалейкум. Жағдайларың қалай? Ұйқыларың қанық па? Алла шүкір, өзіңіз Жақсы, шүкір деп команданың ойынын қорытындылап өтті. Жалпы қалай өнер көрсетті? Команда жалпы көп ойыншылар менің ойымша қосты деп ойлаймын. Даже кейбір ойыншылар премьер-лиганың деңгейіне дейін барған сияқты менің ойымша. Екі жігіт кетті премьер-лигаға, бізден Атырауда, сосын Димаш кетті. Тимада мысалы премьер-лиганың келесі маусымның қатысушысы десіз, иә? Тимада мысалы сборкаға түсіп жатыр биыл. Алдыңғы жылы QG лигада болған. Жұмат Мүслім қосып жатыр. Мен прогноз сұрағым келіп отыр, Мади, енді өзіңнің прогнозың жалпы АКС-ға қарсы ойын. Ол да жақсы команда, негізі жақсы келе жатыр. АКС жақсы, бірақ Тараз дома Тараз ғой. Оту керек, иә? Біздің өзіміздің домашний дух бар, домашний стадионның качествосы бар, өзіміз үйреніп. Бір 3-1 деген есеп тіркелген жер. 3-1. 3-1, 4-1. Иншалла. Жәке, енді өзіңдікі, Жандос. Бұйыртса, біз бүгін ойынға тыңғылықты дайынбыз, тренердің нұсқаулығы бойынша. Себебі бұл біздің Тараздағы соңғы ойын болған себепті бұл ойынға біз 100% дайынбыз деп айта аламын. Ойын шотына келсек, ойын шоты бір 3-0 болады. Жандос Умирзаев дубль істейтін сияқты. Өзіңізге. Міне біздің базамыз негізінде 3 қабатта. Жалпы өздеріңіз көретін болсаңыздар, осы 3 қабатта біздің футболшыларымыз жатып карантинде демалатын болады. Ойын алдында міндетті түрде үйінен осы жаққа келіп қоныстанады. Бір күн қонып жатып шығуы тиіс, ол дәстүр. Жалпы тәртіп десек те болады. Бүгін бойға настрой қалай? Настрой бешін ма? Қалай? Матчтың итоғы қандай болады деп ойлайсың жалпы? Құдай қаласа атамыз 3-0 или 3-1. Жәке дубль саламын деді ғой маған. Санчо біреу ұрады, мен өзім біреу ұрамын, біреу Муси ұрады сияқты. 3-0 бола ма? 3-0 или 3-1 болады. Я бүгінгі блокты ары қарай жалғастыратын болады. Ассалаумалейкум. Хей, мына лучший бомбардир команды. Сіздің празднованияңыз қандай негізі? Голды қалай қуанасыз, гол салсаңыз? Роналдоның ярый фанаты сіз ғой, негізі. Қазір установка қай кезде болады уақыт? Сағат 1-де. 1-де, иә? Иә, негізі о жақта қарсыластар дейсіңдер қазір. Өзіміздің установка ғой. Өздерінің составтың есі. Қарсыластар біз зерттемесе, біз зерттемейміз. Йо, масқарамын. Ауыр айтты. Жақсы кетті мынау? Жақсы кетті. Сал сүйекті сұраттау бегуге ғана. Жүргізген асқанаға келіп қалдық. Болды, мені. Өз жүргізіп. Міне осындай жолмен барамыз, в общем. Құлар мені кезек асқанаға келіп жетті деп қоясы ба? Асқанаға келіп. Футболшылар тамақ ішетін жері. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қалай? Ас болсын, Доки. Рахмет. Бүгін обедке қандай тамақ? Сорпа ғой сол. Второй бөлмедім шынымен. Доктордан сұрасам. Қалайсыз өміріңіз? Бір-екі комментарий. Ассалаумалейкум. Уалейкум, Китака қалайсың? Жақсы шүкір. Бүгін майолог ішіп болатын. Қойшы. Ауысып кеттің ба? Ауысып жатыр. Смена емес. Міне біздің игроктарымыз қазірде таңғы астан қайтып келе жатыр. Өздеріңізге көрсетіп қойын. Давид, Нұрайдар. Ассалаумалейкум, қалайсыңдар? Ас болсын, таңғы астан келесіңдер. Бүгінгі ойынға енді өздерінің болжамдарың қалай болады АКС-пен? Енді ойын қиын болады енді. Бірақ шот 1-де 3 біз ұтамыз деп ойлаймын. Өз уақытында. 3-1. Көпсінің болжам сұрап жатырмын ғой. 3-1 деген есепті айтып отыр негізі. Білмеймін енді.
бірақ солай болатын сияқты. Бүгінгі ойын қалай болады деп ойлайсың Муся? Ал шықса кетті. Прогноз. Біздің ойынды ешқашан айтпаймыз. Не үшін? Өйткені біздің ойын екен. Басқа біреудің матч емес, Қайрат Реал емес. Жоқ, енді соңғы матч. Ойын туралы не айтасың? Счетты айтып жатқан жоқ. Ойын туралы. Енді жақсы ойын болады енді. По-любому Акас оңай команда. Балалардың бәрі настройы мықты, өйткені соңғы ойында ерекшелігі сондай болды. Сол себепті біз бүкіл күшімізді салып жеңіске жетеміз деген ойымыз бар, ниетіміз бар. Келсем. Сол ойынға келіңіздер, көрермен болып кетіңіздер. Иә, бұл потом шығады. Сонда да келеміз. Потом. Это ты рядом там стоишь. Құрметті біздің оқырмандар, қазір командамен бірге стадионға келдік. Акасқа қарсы бүгінгі ойын сағат 15:00-де басталатынын сіздерге айта кетейік. Қадірменді біздің YouTube арнамыздың көрермендері, қазірде біздің ортамызға Дінмұхамед Болсынбек ағамыз қосылып отыр. Футболгерлердің бірі. Жақынырақ танысып алайық. Дінмұхамед аға, біздің Тараз жерімізге қош келіпсіз. Бүгінгі өзіміздің Тараз бен Акас арасындағы ойыннан жалпы өзіңіз не күтесіз? Соны айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Осы Таразға келгеніме қуаныштымын. Бүгінгі ойыннан енді Таразға тек қана жеңіс тілеймін. Осы уақытқа дейін Тараздың бүкіл ойындарын қарап шығамын өзім. Тараздың жастар құрамасында қарап шығамын. Бүгінгі ойыннан менің болжам бойынша Тараз 2-0 есебімен ұту керек деп ойлаймын. Жігіттерге тек қана сәттілік. Өзіңіз блогер болуды қай кезден бастап шеше бастадыңыз? Ой қайдан келді блогер болуға? Ой, өзім негізі қазақ футболының негізі жанкүйерімін. Өзім осы Тараздың осы топырағынан шыққан жігіт болғандықтан өзім кішкентай кезінен негізі өзімнің арманым осы Тараз футбол клубында ойнау болатын. Өзімнің кішкентай болсын бір себебінде тигізейін деген мақсатта осы блогерлік футболға арналған осы блогерлік немді парақшамды бастадым. Сіз көріп отырсыз, ұлттық құрамамыздың сүйреуші азаматтардың барлығы Тараз топырағынан шыққан. Дінмұхамед Қараманның өзі де өткенде Солтүстік Македонияға керемет гол соққан болатын. Енді өзіңіздің ойыңызша қазірде Астанада академия салынып жатыр екен. Алматыда тағы бір академия. Енді жан-жақтан академиялар салынып жатыр. Бізге де сондай бір керемет академия керек пе жалпы? Жап-жаңа инфраструктура демекші. Енді өзім Таразда туғаннан кейін бұл жақта жігіттердің барлығы осы футболға қызығушылығы өте жоғары. Себебі әрбір үйдің бұрышында бір бала доп теуіп атады. Оның қызығушылығы деген тек қана футболдың осы Тараз футбол клубының жоғары деңгейге деген көтерілемін деген өздерінің мақсаттары бар да. Сол себепті негізі бұл жерге бір академия салыну керек деп ойлаймын негізі. Енді қазірде осы матч басталғаннан кейін қақпаның артында тұрып, өзіміздің командамыздың жеңісін бірге тойлауды нәсіп етсін. Бізден алыстамаңыздар, біз әрмен қарай өзіміздің влогымызды жалғастыратын боламыз. Есімің кім болды? Бүгін Таразға жанкүйер болып келіпсің? Санат есім. Санат есім. Так, сіз қай сыныпта оқисың? Жалпы Тараз футбол клубына қашаннан бері жанкүйерсің? Тараз футбол клубына 6 жасымнан бері футболға осы стадионға көкем алып келген етін. 2020-19 жылдары ол кезде Тараз премьер-лигада ойнайтын, Астанамен ойындарына кететін. Ал қазір 3-ші турдан 6 ай ойнағалы бері, 6 ай ойнағалы бері үзбей келемін матчтарға. Қарап тұрсақ, біздің командамыздың маэстросы, бүкіл шабуылдардың барлығының үйлестірушісі Еркебұлан Тойбекке арнап өзің плакатты ұйымдастырып келіпсің. Прогнозың айтпақшы, оны сұрап өтейік. Болжамың қандай болады есеп? 4-1. 4-1. Аха. Тойбек сала ма? Дубль. Егер Тойбек дубль салса, мен осы видеоны сіздер мақұлдап, құптап жатарсыздар деген ниеттеміз. Рахмет көп-көп. Алдағы уақытта өзіңе тек қана сәттілік. Может все измениться в каком плане? Мы можем не собраться этим составом. Мы можем не увидеть завтра кого-то. Дай Бог, чтобы все было хорошо у всех. Поэтому не оставляйте на завтра, делайте сегодня. Вот выходя на футбольное поле, делайте сегодня и сейчас. Подарите эмоции положительные.
болельщикам, себе, близким и так далее. Құрметті біздің оқырмандар, қазірде біздің матчымыз 1 минут үнсіздікпен басталатын болады. Жақында ғана Ақтөбе футбол клубының U16 санатындағы ойыншысы Арын Муса қайғылы жағдайда қаза тапқан болатын. Сол себептен біздің ойыншыларымыз жалпы құрмет ретінде 1 минут үнсіздікпен бастайды. Таразбен Аказ ойынның 27 минут есеп 0-0. Диас Леспекте керемет мүмкіндік болған. Қақпашымен 1-1 шыққан біздің ойыншымыз гол соға алмады. Енді осы орайда Дінмұхамед аға, енді бүгінгі ойынға байланысты өзіңіздің пікіріңізді айта кетсеңіз. Қалай болып жатыр? Бірінші тайм. Біздің жігіттер басымырақ ойнап жатыр. Голдың иісі шығып жатыр. Қақпаның алдына келіп, жігіттер қазір гол соғатын сияқты енді. Кім гол соғуға жақын деп ойлайсыз осы қазір құрамда? Осы ойында менің ойымша Әлішер Сүлей, Санжар Кемелбек алдағы ойыншылар. Ой, жақсы! Бірінші таймымыз аяқталды. Есеп 1-1. Аказ командасы тайм бітірген 5 минут қалған кезде есепті теңестірді. Жақсы! Бастапқы сәттері. Әлішер Сүлей соққы жасауға болады. Және ай-ай-ай, міне. Диас Леспек гол соға алмады. Керемет мүмкіндік болған міне. Енді! Ойынның біршама уақыты екінші таймнан өтті. Есеп 1-1. Тараз футбол клубы шабуылдар жасауда тек соны түйіндеу ғана қалып отыр. Сөйтіп есепте алға шығу керек. Бірінші голдың авторы атанған Санжар Кемелбек кішкене жарақат алып қалған секілді. Біздің медициналық бригада көмек көрсетуде. Барлығы дұрыс болады деген сенімдеміз. Оның жөнінде Әлішер Сүлеймен бұл жерде дәрігер алмастыру керек деп айтып жатыр. Санжар Кемелбек одан ары қарай ойынды жалғастыра алмайтын болды. Ал оның орнына Абзал Мұхамбетжанов шығуы мүмкін. Ай, хорош! Осымен есебіміз 2-1-ге өзгерді. Ойынның 74-ші минуты. Жаңа ғана алаңға шыққан Муслим Жұмат біздің екінші голымызды соғып отыр. То, что говорилось на установке, раздевалке здесь, да, заключительная игра этого сезона, именно домашняя игра. Я думаю, людям понравилось. Да. Вот это все эмоции это вы приносите. Поэтому цените это, уважайте это, дорожите этим. И то, что говорил Еркин Бекович,
Люди говорят, вы не думаете, что про вас не говорят. Люди говорят, это хороший знак. Поэтому у нас есть еще выезд. Работаем и пашем еще. Всем